И осылай оманша 3 рет амандасады, иә? Иә, 3 рет. Кейін осындай жолдасымды кездестірдім. Араб қой, иә? Араб оманец. Тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады. Сөйтіп келістім. Білмеймін қалай келіскенімді өзім білмей қалдым. Келген кезде енді қиын болды, иә. Көк тиынсыз келдім. Қалтамда карточка болды. Ішінде 2000 теңге. Бұл жақта андай бір-біріне үйленеді ғой, туысқандары. Сол үшін ауру балалар өте көп. Бүйтіп көрсетеді, сабыр. Мында сабыр дегенді білдіреді. Оманцы, они еще и современные, если видите, вот на электросамокате спокойно себе едут. Қазақтар бұл жерде андай қарапайым жұмыс істемейді. Официант, стеной саласында. Бұйыртса, біраз жыл тұратын ойымыз бар. Сондықтан барлық жағынан жақсы жағын қабылдап, өзімізге жайлы болып жатыр, жақсы болып жатыр деп қабылдауға тырысып жатырмын. Оман сұлтандығы бұл парсы шығанағының үнді мұхитымен тоғысқан тұсында орналасқан араб әлемінің інжу маржан атанған бай монархиялық мемлекет. Бірақ мұның бәріне небәрі соңғы 40 жылда ғана қол жеткізілген. Әйтпесе 200 жылдық тарихы болса да, Оман бұрын араб түбегіндегі тозып тұрған жердің бірі еді. 1970 жылы Сұлтан Кабус бен Саид әкесін биліктен құлатып таққа отырады. Жергілікті халықтың айтуынша, міне осы кезеңнен бастап елдің гүлденген шағы орнаған. 2020 жылы Кабус сұлтан өмірден өтеді. Бірақ қалған ұрпағы жоқ. Сондықтан таққа оның немере інісі Хейсам бен Тарик әл-Саид отырады. Біздегідей емес, мұнда қос сұлтанның суреті көп жерде қатар тұрады. Бұл жақта қылмыс атауы мүлдем жоқ. Инфляция деген болмаған. Бір Оман реалы біздің 1200 теңге. Барлығы сабырлық қағидатымен жүреді. 5 уақыт намаз оқылғанда дүкендерге дейін үзіліс жариялайды. Айтпақшы, мен съемка жасап жүріп, бір рет штативімді, тағы бір рет телефонымды жоғалтып алдым. Жауаптылар лезде тауып берді. 2021 жылғы санақ бойынша Омандағы халық саны 5 миллионнан сәл ғана асады. Соның тең жартысы экспаттар. Қатарында әрине біздің қазақтар да бар. Мұнда шамамен 300-ге жуық отандасымыз тұрады. Бір ескеретіні, мұндағы қазақтар үндіс, Филиппин, пәкістандықтар сияқты емес. Яғни қара жұмыс жасамайды. Сонда не істеп жүр? Оны енді Омандағы қазақтардың өздері айтсын. Менің атым Еңлік. Алакөл ауданының Шарал қаласында дүниеге келгем. 2017 жылы елшілікте, біздің осы Оманда Қазақстан Республикасының елшілігінде кеңсе меңгерушісі болып 3 жылдай жұмыс атқардым. Оман мемлекетіне келгеннен Оман әрине қатты ұнап қалды. Біріншіден ауа райы керемет бұл жақта. Қыс жоқ. Сонысы қатты ұнап қалды. Сөйтіп елшілікте жұмыс жасап жүріп, Оман Эйр осы елдің авиалиниясы конкурс өткізді. Соған бірнеше қазақ қыз, қырғыз қыздар бар, бәріміз бірге қосылып, сол конкурсқа бардық. Ол конкурс 3-4 этаптан тұрды. Сөйтіп мен және Гүлжан деген құрбым бар, екеуміз өтіп кеттік. Стюардесса болып 3 жыл жұмыс жасадым. Кейін осындай жолдасымды кездестірдім. Осы Оман азаматы, Оман мемлекетінің. Араб қой, иә? Араб оманец. Сосын кейін тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады. Сөйтіп келістім. Білмеймін қалай келіскенімді өзім білмей қалдым. Бірақ осында әкешім келісіп, сосын кейін осында той жасадық. Сосын Қазақстанға барып қыз ұзату жасадық. Сөйтіп қазір енді 1 жасар қызым бар, арабка. Ата-енем өте керемет адамдар. Бүкіл махаббаттарын, жақсылықтарын ғана көрсетіп жатыр. Қиын керемет кісілер. Андай жабық ки, дұрыстап жүр, өзің онда жабық ки, боянба деп ондай нәрселері жоқ. Жалпы бұл жерде қазақтар көп па? Қазақтар, қазақтар 100 шақты адамдар бар шығар. Отбасылар көбінесе мұнайда істейтін отбасылар, қазақ семьялар, елшіліктің отбасылары бар. И жас қыздар көп. Еще қырғыз қыздар да бар осы жақта. Здравствуйте, меня зовут Сакен Бергалиев. Я музыкант классической музыки, альтист, скрипач. В Омане работаю в Королевской гвардии Омана. Я выпускник Московской консерватории. Вообще я сам родом из Алматы.
отучился в Алматинском музыкальном колледже. После чего вот уехал в Москву. У меня, как у музыканта, такой немножко мировой тур получился, что я отучился в Москве, потом уехал в Англию. После Англии я отучился в Австрии. И вот с Австрии я подумал, что надо смотреть остальной мир. И так получилось, что я оказался в Египте. 3 года отработал в Каирском симфоническом оркестре. А после чего я просто есть музыкальный сайт Musical Chairs. Там как раз размещают вакансии по миру. И там была вакансия как раз про Оман. Ну, я подался, причем я на тот момент об Омане мало что знал. Прошел интервью, собеседование, начал смотреть, искать информацию про Оман. И я был очень сильно впечатлен. Потом я приехал сюда, посмотрел, мне очень понравилось, и я решил остаться. Менің есімім Мадина. Мен Оман Сұлтандығының Маскат қаласына осыдан 4 айға жуық уақыт бұрын көшіп келдік. Жолдасымның қызмет бабымен осында қоныс аударып жатырмыз. Мына біз қоныстанған мынау район Аль-Мауч деп аталады. Бұл енді экспаттарға арналған. Өзі қаланың сәл шет жағында, аэропортқа жақын районда орналасқан жердеміз. Теңіз жағасындағы өте әдемі бір мекен десек болады. Алғашқы 1 ай бір турист сияқты жүрдік, шыны керек. Арабтар туралы айтатын болсам, маған бұл халықтың бір жайбасарлығы дейміз ғой. Бір жанға жайлы бір тыныштығы, сондай бір ұстамдылығы, мінезіндегі бір мейірімділік, сол қасиеттерді байқадым. Өзіміздің көршіміз, мысалы, біз қоныс аударған, көшіп келген үйдегі көрші есіктегі араб келіншек, осы біз келгеннен кейін, 1 аптадан кейін бізге үлкен бір корзинадағы жаңағы жеміс жидегі бар, өздерінің арабтарының ұлттық дәмдері бар, соны толтырып үйге алып кеп берді. Сондағысы жазғаны, мысалы, сондағы жазбасы қызықты. Менің қымбатты жаңа көршілерім, сіздердің қоныс осы біздің елге қош келдіңіздер, жаңа тұрғын болып біздің қатарымызға қосылып жатырсыздар. Бізден қандай да бір көмек қажет болса, мынау менің байланыс телефоным, сіздерге әрқашан көмекке дайынбыз. Біз өте қуаныштымыз деген секілді осындай бір мазмұндағы хат келді. Хатымен бірге жаңағы сыйы келді. Сізде де Филиппинка бар ма, қарайтын? Жарағы жолдасымның компаниясы, да, агентствосы бар, көп филиппинкалар, соларды жұмыстармен распределять етеді. Сосын кейін өзің үйретіп аласың, қазақ тамақтарын мен үйретіп қоямын, мантыны пісіріп біледі. Мінезі жақсы ма? Мінезі жақсы енді, бір ашуланбайды, жынданбайды, шаршамайды, жасы 53-те. Таңертең 6-та тұрады. Күнде жұмыс істейді, әр нәрсені істейді. Иттерге де қарайды, далаға, бақшаға да, балаға да. Отпуске жіберіп тұрасыздар. Отпуске жасайын, иә. Айына қанша төлейсіздер сол қызметіне? Айына сол қызметіне 160 реал төлейміз. Бірақ біз праздникте жолдасы беріп тұрады өзі. Мен де өзім иногда беріп тұрамын көп. Шопингқа барғанда тоже бірдеңке алып беремін. Ғой сонда бәрі кіреді. Иә, өзім бір қыдырып шопингқа барғанда киімдерін алып беремін, ұнаған нәрселерін, тамағын алып беремін. Бұл жақта міндет емес, келін болып үйінде барып жұмыс жасау, нету, тамақ пісіру, потому что өйткені үйлерінде 5-6 қыз бар, жұмыс жасайтын көмекшілері бар, поварлары бар. Ондай қатал емес, ештеңе жасау міндет емес. Барғанда біз, наоборот, бізге салып береді бәрі нәрсесін. Күнде бізге тамақ салып береді үйге, водитель тамақ алып келеді обедте, кешке. Соған қарағанда сіз бір ауқатты отбасыға түскенсіз ғой дейме? Иә, олардың жаңағы жолдасының папасы кезінде 1970 жыл бір бизнес бастаған, мебельный бизнес. И бұлардың компаниялары сол 70 жылдан бастап сұлтанның кабинетін, жаңағы сұлтанның паласын, саладағы резиденцияларының бәрін осы мен жолдасымның компаниялары жасайды. Жаңағы министрлардың офистарының ішіндегі бәрі мебельді осы мен жолдасым компаниясы жасайды. Солар жеткізіп отырады. Иә, олардың Дубайда да и осы Оманда да жаңағы компаниялары бар. Преподаю здесь самим оманцам. То есть это все студенты, грубо говоря, первое поколение в классической музыке они. И вот мы как раз... А почему первое поколение?
классическая европейская музыка, она не особо здесь была популярная. Она здесь, в принципе, зародилась благодаря предыдущему султану Кабусу, который провел свое детство, и он вырос, в принципе, в Великобритании с королевской семьей, насколько я знаю. И он, в принципе, был большим фанатом классической музыки. Это султан, который сверг своего отца, да, кажется, с трона или нет? Да, это правда, но, с другой стороны, его же отец и отправил в Англию. И получается просто монархия, он не мог, насколько я понял, насколько мне рассказали сами оманцы, он не мог же официально забрать власть, отец, точнее, не мог ему отдать, поэтому это была как бы революция, но революция, в которой никто не погиб, ничего не было. Сначала он основал один оркестр, ROSO, Royal Oman Symphony Orchestra, и, получается, сюда изначально приглашали только британцев, учителей, чтобы их как раз учить. Потом, получается, он еще построил оперный театр, шикарный оперный театр. Насколько я еще слышал историю, что сами оманцы, они немножечко возмутились изначально. Были против немножко этой постройки, потому что по религиозным некоторым соображениям для некоторых старейшин это европейские ценности, зачем им нужны здесь в Омане. Но все очень сильно уважали султана Кабуса, и говорят, он сам лично, и, в принципе, по фотографиям видно, он всегда встречался с народом. Точнее, он их убедил в том, что он будет строить вот этот оперный театр за собственные деньги, не из бюджета, не из страны, а вот за свои деньги. И вроде как все согласились и разрешили это все. То есть построил оперный театр, основал один оркестр ROSO, а потом еще я основал второй оркестр, классический именно оркестр, MRPO, Muscat Royal Philharmonic Orchestra. И там он основался в 2010 году. Там было всего 2 набора студентов, детей, точнее сказать, их забрали, когда их там 10-13 лет им было. Их взяли в 2010 и в 2012 был второй набор. И вот с тех пор, получается, они так и существуют. И вот как раз я преподаю там, в Muscat Royal Philharmonic Orchestra. Жаяу жүретін ел емес. Барлық семьяда 2-3 машинеден бар өздерінің бастарына. Ерекшелігі, бұл мемлекеттің жары сұлтан қатты жақсы көреді ғой сұлтандарын. Сұлтан шын жүрегінен жақсы көріп, осы елін дамытқан кезінде, осы 1970 жылы Сұлтан Кабус 30 жасында жаңағы Британияның солдаттарымен, әскерімен келіп, папасынан билікті өзі алып алады. Мирный неде соғыспай. Сөйтіп, содан ол кезде бір больницамен бір мектеп қана болған. Сол 70 жылдан бастап бұл Оманды 30 жылдың ішінде қазіргі кезіне әкеп отыр. Бәленбай университеттер салынды, больницалар, мектептер салып, дамыған елдердің біріне айналып отыр. Сосын Сұлтан Кабус елінде биік зданиялар салынбасын, шир развиваться етсін деп, үлкен биік ғимараттар салынбаған бұнда. Ерекшелігі үйлердің барлық цветтері, үйлердің ашық түсті цветтер, еткені ыстық қой, жаз кезінде плюс 50-ге дейін жетеді бұл жақта ауа райы температурасы. Сосын машиналарда көбінесе ақ түсті, қара түсті машинелер өте аз. Менің байқағаным, омандықтар отбасылық құндылықтарды, бір әулеттің бір-біріне деген бауырмалдығын жоғары бірінші орынға қоятын, сондай халық деп ойлаймын. Себебі бұларда, мысалы, біздегі күннің жұмасы, күндердің сұлтаны дейміз ғой, жұма күнін бұлар қатты қадірлейді, қастерлейді, және сол күні түскі сағат 1-де үлкен әулет болып, әке шешесінің, немесе жаңағы әулеттің үлкендерінің үйінде жиналып, барлығы еркегі бар, әйелі бар, сол әулеттің бүкіл бала шағасы бар, сол үйде жиналып, тамақ ішіп қана қоймай, бір-біріне алғысын білдіріп, ата-анаға алғысын білдіріп, бір дастархан басында жаңағы бас қосады, жүздеседі, дидарласады. Сол қасиеттері енді бізге үйренуге тұрарлық деп ойлаймын да. Әйелдері қандай? Әйелдері көбі жұмыс істемейді ау деймін. Көбі жұмыс істемейді әйелдер. Аха үйлерінде отырады, бала шағасын асырап, бала шағасын өсіріп, күйеулері жұмыс жасайды. Жаңағы шопингқа барады, Дубайға барып келеді, жақын ғой Дубай үшін. Шопинг істейді, өздері кездесіп,
жаңағы кофе-шоп, магазиндерді аралайды. Менің бір қайнапам несі бар, мына көйлектерді сол өзі тігеді, өзінің несі бар, магазині, ательесі бар, көйлектер тігеді осындай. Мына көйлектерді бұлар Рамазан кезінде, күнде Рамазанда ауызашарға барамыз тоже ата-енем үйіне. И күнде осындай көйлектер 30 күн ба, 30 күнге 30 көйлек тігіп береді. Енді тамағына үйрену маған қиын болды. Сағынып, жыным ұстап, ренжіп қалатын күйеуімен сол тамақ пісіретінде. Өзім тамақты да қатырып пісірмеймін, бірақ өзім жеген Қазақстан тамағын сағынғанда өзім пісіріп жеймін бірдеңе қылып. Сосын кейін мынандай тамақтары енді басқаша бұлардың тамақтары. Ашты тамақ жейді, күріш жейді көп, күрішпен сауықты жей береді. Сосын бұлар национальный тамағы дарағы етті жердің астында пісіреді 2 күн. Сол бұлар жердің астына салып қояды бір түн сонда жатады жердің астында. Етті ғой, е? Оттың, етті, жердің астын қазады да, етті салып қояды, үстіне от жағады. Сөйтіп бұл бір түн ой тұрады да, ертесінде кешкі жақын бұлар жейді, шуа деп айтады. Дәмді ма? Дәмді енді ет деген езіліп жұп-жұмсақ. Ешбір бұлар не жемейді ғой, жылқының етін жемейді, түсінбейді соны мен айтсам. Жылқының еті, бірақ бұлар түйенің етін жейді, салаларда түйенің етін жейді. Еще бұлар жұмыс уақыты таңғы 9-дан түскі 2-ге шейін ғана. Біздік секілді күні бойы жұмыс жасамайды. Я считаю, в принципе, казахи один из самых талантливых с музыкальной точки зрения, из поэзии. Казахи всегда славились, да, своим чувством ритма и музыкальными традициями. Уманцы, они классической музыки, конечно, им это все очень чуждо, потому что тоже с детства это все не закладывалось в них. И для них это что-то новое было, они этому обучались. А классический строй, он темперированный, 7-ступенчатый плюс полутонов, да, скажем, 12 полутонов в гамме. Но у них арабский лад, он немножко другой. У них там много используется четвертотонов, и, это немножко такой уже профессиональный, да, немножко язык. Но, скажем, у них просто немножко другой лад. А у них также другие ритмы. И вот здесь вот очень смешно получается, когда мы работаем. Если они начинают играть что-то народное, где бывают очень сложные ритмы, они это на раз хватают, у них просто это вот в генах. Да, они это сразу играют. А вот что-то простое европейское, 1, 2, 3, 4, пам-пам, тут они вот не могут. То есть, и еще, на мой субъективный взгляд, арабская музыка, она более импровизационная. В то время как европейская классическая академическая музыка, она более строгая, она очень структурирована. И тут получается как раз это некая дисциплина должна быть в музыке, в исполнении. И вот тут как раз у них очень сильно проседает, но они много работают, к этому идут. И изначально, вот я говорю, чтобы уманцам привить вот эту любовь и самих уманцев научить классической музыке, изначально были привлечены британцы в основном. Только монополия была на британских учителей, британский состав. Позже они открыли двери для других европейцев. Вот. Я получилось так, что я здесь первый педагог, не европеец, да, не европеец, не британец и не уманец. То есть я вот первый, кто из СНГ, да, можно так сказать. То есть, получается, вы первый казах, который здесь, в Уманском, музыкальном... Да, вот именно по музыке преподаю в Королевской гвардии. Я вот первый казах и первый вот действительно не европеец и не уманец. Вот, кстати говоря, вот уманцы, они еще и современные, если видите, вот на электросамокате спокойно себе едут. Давайте пешеходом пройдемся и обратно. Я заметила, что они одевают такие, как мы, да? Это уманская именно одежда. Сама верхняя одежда у них называется деждаша. У мужчин и абая у женщин. А вот головной убор у них, который похож, в принципе, на нашу тюбетейку, у них называется кума. Вот. А помимо кумы, сейчас перейдем на безопасности. Так, помимо кумы у них есть еще и платок. Он называется мусар. Но платок у них считается более официальным. Здесь кошка спит. Да, они очень любят кошек.
Да, здесь везде кошки. Не трогают, да, вот. мына менің итім иә шидзу породасы аты Лили, жасы 4-те. Ит бізбен бірге тұрады, біздің спальнямызда бізбен бірге ұйықтайды, төсегіміздің астында өзінің төсегі бар. Еще тағы да 2 үлкен итім бар. Апта сайын неге апарып тұрамыз, жуындыруға, шашын қидырып, тырнақтарын алғызып. Ал 2 үлкен итіміз, олар мектепке барған даже. Таңертең апарып тастаймыз, кешке алып келеміз. Өзіміз 1 жеті жүрдік соның қасында, бір жеттен кейін өздері қалып қалды. Сонда бұл жерге иттер садикке де барады, мектепке де барады ма? Мектепке де, садикке де барады, иә. Шығыны көп па? Шығыны енді, иә. Шығыны көп. Сосын иттердің қонақ үйлері де бар. Бір жаққа сыртқа біз Қазақстанға кетсек, иттерді сол қонақ үйге қалдырып кетуге болады. Ал менің жолдасым маған үйленер кезде бұлар разрешение алды, рұқсат алды. Кәдімгідей сұлтанның рұқсат алады. Ал сосын кейін бұлар әйтпесе туыстарына үйлене береді ғой. Двоюродный сестра, братишкалар бір-біріне үйлене береді. Ана байлық, мүлік осы отбасыда қалсын деп өзінің отбасыларына үйленгізетін. Қазір содан кейін балалары ауру, неше түрлі қан араласып кеткеннен кейін рұқсат берді сұлтан осы жылы. Қазір енді оманистер басқа азаматтарға үйлене береді. Үйленген кезде ол балалар азаматтықта осы араб мемлекетінің азаматы бола ма? Менің қызым мысалы осы елдің паспортын алды. Осы елдің паспортын алды. А егер Оман қызы басқа елдің азаматына үйленгісі келсе, ол бірінші мұсылмандықты қабылдау керек, сосын кейін үйленеді. Оманның қызына. А сіздің азаматтығыңыз? Мен азаматтығым Қазақстан паспортында ауыстырмаймын. Ауыстырмадыңыз ба? Ауыстыруға болады негізі 5 жылдан кейін, үйленгеннен кейін 5 жылдан кейін мен Оманның паспортын алсам болады. Бірақ мен ауыстырмаймын деп шештім. Осында келіп біздің Қазақстандағы әрбір жеміс жидегіміздің да көкөністеріміздің қандай дәмді бір табиғи екеніне көзім жетті шын мәнінде. Жаңа қиярымыз бар, жаңа қызанағымыз бар, барлығы прям дәмді да бізде. Бұл жақта бір искусственный, көбісі мынау Африка елдерінен келіп жатады, ақштан келіп жатады, жан жақтан келетін болғандықтан, мына Қытайдан көп тауарлары келеді. Мен үшін дәмсіз. Өзіміздің ұнымыздың қандай керемет екендігін осында көріп жатырмын. Қазақстанға қанша уақыт барып тұрасыз, және сағынасыз ба? Қазақстанды әрине сағынам, тамағын сағынам, туыстарымды, әке-шешемді сағынам. Жылына 1 рет баруға тырысып тұрам. Жылына 1 сайын 1 билет барып тұрамыз. Әке-шешем келіп тұрады осында. 2 мен әпкем мен сіңлім бар, олар да келіп кетеді жылына 1 рет. Я Казахстан очень люблю, я стараюсь переезжать туда минимум раз в год, но так несколько раз в год. Я очень люблю свою страну, свой город. Моя мечта, в принципе, работать и в Алмате, вернуться, это мой родной город. Но, можете к сожалению, вернуться, да? Можете вернуться, да? Я очень хочу вернуться, да. Но просто, к сожалению, для классических музыкантов там не очень хорошие условия, не очень благоприятные условия, так скажем. Біз енді соңғы 10 жылдан астам уақыт Астанада тұрдық. Оның алдында Алматыда тұрдым. Алматыны алсам да, Астананы алсам да бір ритмі жоғары мегаполистердің бірі ғой. Таңнан кешке дейін тоқтаусыз қимыл, қозғалыс. Ал мұнда келіп бір өзіңді бір мүлдем уақытпен санаспайтын, бір тоқтап қалған адамдай сезінесің. Себебі бұлар мүлдем ешқайда асықпайтын, жайбарақат өмір сүретін халық екен. Оларға қарап ойлайсың да, мен қайда асығам деп өзіңді бір түрлі сезінеді екенсің. Қайда асығып бара жатырмын, қайда жүгіреміз біз деп. Ал біздің мемлекеттегі халықпен салыстырғанда біз үшін бұлар бір сондай көп нәрседен қалып бара жатқан адамдар ретінде көрінуі мүмкін да, біздің көзқарасымызбен. Маған енді ең бірінші енді жаңағы айтып отырмын ғой, барлық жақсы жақтарын көріп отырмын әзірге. Енді жақсыны көрсең, жақсы көбейеді дейді ғой. Сондықтан енді осы мемлекетте бұйыртса біраз жыл тұратын ойымыз бар. Сондықтан барлық жағынан жақсы жағын қабылдап, өзімізге жайлы болып жатыр, жақсы болып жатыр деп, шын мәнінде солай қабылдауға тырысып жатырмын. Тілін де үйреніп алдым, оқып, жазу білем, арабша түсінем. Енді сол мақсатым толық арабшаны меңгеру. Жалпы Омандағы қазақ қызы қаншалықты бақытты? Оманда мен өзімді бақыттымын деп санаймын. Осында бақыттымын.
өкініш жоқ, ондай ешқашан болып көрмепті. Қазақстанда қиналдық қой, жұмыс таба алмай, дипломды бітірсек те, қызыл дипломмен бітірсек те, жұмыс таба алмай. Кондуктор болдым мен автобуста, университет бітіріп. Көбісі Оманды негізі білмейді, расымен де. Мен өйткені отпускке Қазақстанға барған кезде Оманнан келдім десем, көбісі білмейді. Дубайдың жанында деп айтсаң, сосын кейін деп Дубайды бәрі біледі. А так Дубайдан еш кем нәрсесі жоқ, Дубайдан да күшті деп айта аламын. Өйткені Дубайда машина көп, адам көп, уақыт көп кетеді далаға, көшеге қыдыруға шықсаң. Ал Оманда адам аз, жолдары кең, баратын жерлер Дубайдан аз емес. Қыдыратын жерлер, пляждар, қандай әдемі пляждар бар, гостиницалар, резорттар. Оманға келіп, қымбатты емес. Қазір бізде прямой рейс ашылды Саламерден, Алматыдан прямой Оманға рейстар бар.